Бүгін біздің мектебімізде үлкен мереке. Бастауыш сыныптың түлектерін ұшырғалы отырмыз. Кеше ғана олар мектеп табалдырғын жүрексіне аттаған, әлі ештеңе білмейтін жас бүлдіршін еді. Міне көзді ашып жұмғанша 4 жыл өте шықты. Енді олардың бойлары өскен, ойлары да өсіп, бастауыштан алған білімін аяқтап, орта буынға өткелі отыр. Әнін шуақ төгіндер, әріптерді үйретер, әліппені біліңдер. Кел балалар оқып, ықыласпен тоқылып. Кел балалар оқып. Құрметті бастауыш сыныпты аяқтайын деп отырған біздің жаңа автор айтпақшы зеректе, білімді шәкірттеріміз мерекелерін құтты болсын балалар. Ал енді құрметті ата-аналар, бүгін сіздердің бүкіл жан дүниелеріңіздің сондай қуанышы сырттарыңызға шығып тұр, көрініп тұр. Сондықтан да біреулеріңізге немере, біреулеріңізге бала, біреулеріңіздің тұңғыштарыңыз, осы бала кеше ғана тарыдай болып кіріп, бүгінгі таңда әдемі көбелек сияқты, бастарында қазақтың үкілері сияқты үкілеп отырған балаларыңыздың мерекесі құтты болсын дегім келеді. біздерді қуанта беріңдер. Әжелеріңді ұмытпаңдар. Біздің әжеміз осы мектептің Гүлдәрі. 15 жыл мен алғаш осы мектеп ашылған кезде автовокзалға келіп, осында
бірінші осы мектепке қуандық. Мен 4 немерем келді осы мектепке. Сонда Гүлдар айтатын, мына мектепте енді кешіріңіздер, әлі перде жоқ, сахнаның әлі жабдықталған жоқ. Оның бәрі болашақта болады деп еді. Ал 15 жылдан кейін неге қандай өзгеріске еніп отыр? Оның барлығы сіздің еңбегіңіз. Осы еңбегіңіздің жемісін жеңіздер. Ал Сәуле Қарлығаш, сендердің алар асуларың өте көп. Мен де сендер сияқты бастауыштан еңбек еткем. Шүкір Аллаға, шәкірттерім әлі күнге дейін хабарласып, кәдімгідей телефонда чатымыз бар. Апай және қыздар, апай және ұлдар деген хабарласып тұрамыз. Міне, апайларыңды ұмытпаңдар. Мектептеріңді сыйлаңдар, құрметтеңдер. Бір битімдай жабай шөп өсіп тұрса, таптамаңдар, жұлмаңдар. Өйткені олар да сендер сияқты өндірші өсіп келеді. Сондықтан мен мына балаларымның қадамдары оң болып, сапар болсын деп шашын келеді. Алайықтың алыңдар. Ата-аналарыңды қуантып, мұғалімдердің еңбектерін ақтауға тілектеспін. Сендерді барлықтарыңды жақсы көреміз балалар. 4 жыл бойы бізде мінекей қандай қызықты сәттерде өтті. Соның барлығы сендердің есте қалатындай бір күндер қалды. Сендерге жаңа оқу жылында тек қана сәттілік тілеймін. Жаңа оқу жылында жақсылап осы демалыста демалып, жаңа оқу жылына күш-қуатпен көңілді келіңдер. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға, уақыт бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.